техниканың бір қанша жерін жіберіп аламын деп сол күнде тіркелдім да, соны жақсы деп. Содан егер 5-ші күні сосын тіркелесіңіз дегеннен кейін екінші болып тіркелдім. Екінші болып тіркеліп өте қуанып бір Көшербаева деген қыз бар еді. Кешке дейін уақытын алып, мен апайды ренжіткеніме мен жаңағы ат шапан айыбы деген соны төлеп, жаңағы өзімді өзім көңілімді басуым керек деп ойладым да. Атадан келе жатқан көңілім су сепкендей басылды. Себебі мен ойладым, мен қай жерден қате жібердім. Мен бұл кеше бәрін біліп кеттім. Мен аталардың басына барып келдім, садақа беріп келдім, көңілімді тазартып келдім деп қуанып жатқанда, неге мен апайдан сөйлесуім керек деп, мынау жаңағы ескендірға шығып кетті ғой. Жаңағы тіземді құшақтап жылағандай болды да, неге мен сөйтіп аталардан келе жатқандай осындай сөз естуім керек деген ойладым да. Сосын сабырға келдім. Содан тезірек жаңағы қызыма телефон соқтым. Кешегі тіркелмей қалыппын. Қазір себебі дүдамал мен ойыма келдім. Дәмешевпен кеше маған ұрысты, мен қалай қабылдайды ол кісі. Менде сондай ой болды. Неге ол кісінің жаңағы несі көзқарасы қалай болады екен ой болды да, мен осындай күймен келген кезде келген бардым, Гүлжамалға бардым, себебі өзімнен қарап адамдарда мына жердегі адамдардың барлығы жасанды көрдім да, бұлармен сәлемдескен жоқпын бірден. Сәлемдесіп отырғаннан кейін танысуға осы қыздарға бардым. Иә, өзімнің қарар адамдардың қатарларын тақтым деп та, сонымен сәлемдестім, сонымен қатарым болып шықты, құрдасым болып шықты, мына кісі күйде жүрді. Яғни көңіл күйім. Оның үстіне атамызға садақа жасайтын болдық. Ол садақаны алып келдік. Ол садақадан кейін бар дәм алып берген кезде осы кісілер одан сайын жаңа атамыз өрмелеу керек болды. Мынау менде ойда болды да, мынау жақан